Сәлем достар, сіздермен Райхан. Бүгін сіздермен бірге үй жағдайында тез жасалынатын жұп-жұмсақ, дәмі де ерекше, әдемі болып шығатын пицца дайындаймыз. Қыздар, сіздерге өтінішім бар. Менің каналым сіздерге ұнаса тіркеліп, лайк басып, мені қолдап жіберсеңіздер жақсы, қуанып қалар едім. Ал бисмилля, пиццамызды бастайық. Бізге ол үшін 1 стакан жылы су қажет. Суымды құйып болғаннан кейін 1 шай қасық тұз, 1 шай қасық қант, одан кейін 1 шай қасық аштықымды салдым. Келесі ингредиентім менің 2 ас қасық сұйық май. Барлығын араластырып аламыз. Міне қыздар, араластырып болдым. Одан кейін 1 стакан ұн қостым. Егер сіздердің ұндарыңыз аздау болып қалса, қайтадан жарты стаканның көлемінде ұнды қосып, қолымыздың көмегімен жақсылап қамыр илейміз. Міне қыздар, қамырымыз осындай жұп-жұмсақ әдемі болып шықты. Бетін жауып 10 минутқа қойып қойдым. 10 минут уақыт өткеннен кейін қамырды, ұнды сүйіп араластырып аламыз да 2 бөлікке бөлеміз. Яғни 2 пицца шығады деген сөз. 2 бөлікке бөліп, бірінші бөлігіне ұнды сүйіп, қолымызбен қамырды жайдым да. Ұнды кішкене көбірек себесіздер, қолға жабысып қалмау керек. Келесі оқтаудың көмегімен қамырды жаямыз. Міне қыздар, көлемі қатты үлкен болмау керек, кемінде 30 сантиметрде болады, қатты жұқада қылмаймыз. Осы қамырымызды аламыз да дайын тұрған фольга қағазының үстіне қоямыз. Және шеттеріне аздаған сыр қосып, дөңгелетіп шығамыз. Сырларымды қойып болдым. Енді ішке қарай қамырларды жабамыз. Міне барлығын дөңгелетіп, осылай орап шықтым. Міне қыздар, дайын болды. Енді аздаған кетчуп пен майонезді бір-біріне араластырып алып, осылай қамырдың бетіне жағып шығамыз. Жағып болдым. Енді үккіштен өткен сырды бетіне сүйіп шығамыз. Маған 100 грамм сыр жетті. Келесі ингредиентіміз осындай колбасаларды жіңішке қылып тураймыз да бетіне қойып шығамыз. Пешімізді алдын ала қыздырып қоямыз. 180 градусқа 30 минутта пісіріп аламыз. Міне достар, біздің пиццамыз дайын болды. Өте ерекше, ыстық, иісі де өте керемет болып шықты. Жасап көрсеңіздер болады. Мына жерде менің балам шыдамай 1-2 кусогын уже жеп алдық. Сіздер де жасап көрсеңіздер болады. Ас болсын.